Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 5 минутта тез дайындалатын үй жағдайында латте кофесін дайындаймыз. Бір жасағынан өте керемет болып шығады. Және де жасалу жолы керек болса, видеоның соңына дейін қараңыздар. Және де арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге керекті заттар су, қант және де кофе. Енді осылардың бәрін шетке қарай ысырып, ыдысымызды аламыз да, ыдысымызға қантты ең бірінші салып, үстіне су құйып, кофені де салып, миксер немесе блендер арқылы жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін осындай кішкене қою масса шығады. Көпіршікті алдын ала дайындап, мұздатқышқа қоюға болады, қатып қылмайды. Енді таза бокалымызды аламыз және де жаңағы дайындалған көпіршігімізді алып, 2-3 қасықтан сол жаңағы бокалымызға саламыз. Енді 2-3 қасықтан салып болған соң, үстіне ыстық сүтімізді толтырып құямыз және жақсылап араластырамыз. Мінекей, латте кофесі дайын. Осылай 5 минуттың ішінде латте кофесін үй жағдайында тез дайындауға болады. Менде бір жасағаннан 3 бокал латте кофесі шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, бір жасағаннан өте керемет болып шығады. Егер де видео ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.